құрметті сәлеметсіздер ме құрметті Жасылаев парақшасының көрермендері. Менің есімім Исабаева Дана Сейітқазықызы. Өзім жайлы айтып кететін болсам, мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті болам. Еңбек өтілім 5 жылдан астам мектеп қабырғасында өткіздім. Енді сіздерге бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бұл суицид. Суицид бұл үлкен ауқымды тақырып болғандықтан, бүгінгі менің айтатын мәселелерім бұл негізгі суицидке қандай адамдар барады, алдын алу жолдары, не істеуге болады және қандай кеңестер беріледі қосымша. Жалпы суицид дегеніміз бұл психикалық мидың механизм, яғни қорғаныс механизмі болып табылады. Яғни физикалық тұрғыда проблемадан қашу. Адам қандай кезде проблемадан қашады? Ол жаңағы алдындағы қорқынышты сезінген кезде, белгісіз болған кезде, бір тығырыққа келіп тірелген кезде физикалық тұрғыдан проблемадан қашады. Жалпы суицид дегеніміз бұл адамның жалпы айтқанда өзін-өзі қол жұмсау, яғни өзін-өзі өлтіру деген мағынаны білдіреді. Бұл суицид тек Қазақстан бойынша ғана емес, жалпы әлемдік проблема болып табылады. Сондықтан да жалпы салыстырған кезде бүкіл әлемдік проблеманы зерттей келе салыстырған кезде суицид көбінесе мұсылман елдерінде аз екен. Суицидке баратын адамдар саны аз болып келеді екен. Ал басқа елдерде, мұсылман елдеріне қарағанда жоғарғы деңгейді көрсетеді екен. Жалпы суицидке қандай адамдар барады деген сұраққа келетін болсақ, суицидке баратын адамдардың түрлері әртүрлі болады. Ол мейлі психикалық ауытқушылығы болсын, ол мейлі нашақор болсын, қылмыскер болсын, не болмаса түрлі өмірге төтеп бере алмайтын адамдарды жатқызуға болады. Соның ішінде жалпы суицидтік мінез-құлыққа адамның жас ерекшеліктері, кәсіби ерекшеліктері, өмірлік жолы үлкен әсер етеді екен. Сондай-ақ суицидтік әрекет ол жасталғымайды. Яғни жасталғымайды деп айтып отырған себебім, мысалға жас кезеңдері бөлінеді ғой, балалық шақ, жеткіншек шақ, ересек шақ деген сияқты. Соған байланысты суицидтік әрекет әр кезеңнің өзіндік бір, қалай айтса болады, өзіндік бір себептеріне байланысты кедергілерден өтуге әкеліп соғады. Мысалға, көбінесе қазіргі кезде көбінесе жастық шақтар мен ересектік кездерде суицидтік әрекеттер көптеп кездеседі. Соның ішінде жеткіншектік кезеңдерді мысалға бірінші алатын болсам, жеткіншектік кезеңде не себепті адамдар суицидке барады және қанша пайызы барады деген сұраққа жауап беремін. Бұл жерде суицидтік кезеңде адам суицидке бармас бұрын бірінші дайындық кезеңінен өтеді екен. Яғни бұл дайындық кезеңінде мысалы адам бірінші топтан шеттеледі, өзіндік бағалауы төмендейді, сыртқы адамдарға деген жағымсыз әрекеттері, жағымсыз реакциялары пайда болады. Осының нәтижесінде адам суицидке қарай жақындай береді екен. Жалпы жеткіншектік кезеңдегі суицид бұл көп жағдайда түріне байланысты екен. Негізінде суицидтің екі түрі болады ғой. Демонстративті және шынайы. Ал осы жеткіншектік кезеңде көбінесе 90% демонстративті суицидтің түріне жатады екен. Жалпы тағы да бір айта кететін қосымша мәлімет, Дюркгеймнің осы суицидтік теориясына байланысты бір адам проблемаға келіп тірелген кезде, оның қасындағы әлеуметтік топтар одан бас тартқан кезде, ол суицидтік әрекетке барады екен. Жалпы суицидтік әрекетке әсер ететін бірнеше факторлар бар. Сол факторлардың ең негізгісі бұл
жалғыздыққа да апаратын бірнеше жолдар бар, иә, оны өзіміз білеміз. Ол мысалға отбасында ұрыс керіс, басқа адамдардың оны түсінбеуі, осы жағдайдан адам өзі шектеледі екен. Одан кейін оның әлеуметтік ортасы, баянсыз махаббат, достармен қарым-қатынасындағы жаңағы достар тарапынан көретін зорлық, зомбылық, мазасыздық деген сияқты. Тағы да бір фактор бұл өмірдің мәнін жоғалтуы. Көп жағдайда адам өз-өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Осы кезде жаңағы тығырыққа барып тіреліп жатады екен. Жалпы негізі суицидтік әрекетке қандай адамдар барады деген сұраққа келетін болса, қандай айналып. Суицидтік әрекетке жаңағы өз-өзіне сенімсіз адам барады. Ал өз-өзіне сенімсіз адам қайдан пайда болады? Ең бірінші, мен сіздерге осы өз-өзіне сенімділік, бұл жаңағы баланың баспалдағы дейді ғой, бала күннен бастап саты ретінде қалыптасады. Сол сатыданы баланы дұрыстап өткізген жағдайда өзіне сенімді бала пайда болса, ол ешқашан да өз-өзіне қол жұмсамайды екен. Сол себепті мен сіздерге қазір Янгаттың үшбұрыш теориясын көрсеткім келеді. Бұл үшбұрыш теориясында мысалға үшбұрыш толық болса дейді, толығымен, яғни үшбұрышта үш сезім толық балада қанағаттанатын болса, бала толыққанды, жетілді, ол ешқандай да ешкімге тәуелді болмайды дейді. Яғни орыстар көбінесе орысша айтады ғой, горы үстінде мысалға тау қопаратын тәрбиелі бала тәрбиеледім деуге болады. Оның бірінші бұрышында бұл мені жақсы көреді, я любим дейді, мені жақсы көреді, яғни балада ата-анам мені жақсы көреді деген сезім болуы керек екен. Екінші үшбұрышында мен керекпін, я нужна, мен керекпін. Бала өзінің отбасында ата-анасына керек екенін сезінуі керек екен. Ал соңғысында осы мына екі үшбұрыш толық болған кезде, мына үшінші үшбұрышта мен істей аламын. Яғни балада мен істей аламын сезім пайда болады екен. Яғни осы үшбұрыш толыққанды болған кезде бала өзіне сенімді, жаңағы ешқандай да қиындыққа әлсіз қарамайды, яғни ол төтеп бере алатын бала болады. Сол сияқты енді бала тәрбиесінде өте көп нәрсе бұл рөл ойнайды. Себебі жаңағы тағы да айтамын, баспалдақта дұрыс өткізілген, баспалдақтан дұрыс көтерілуге көмектескен болашақ ер азамат болсын, болашақ әйел адам болсын, ол келешекте сол бүкіл баспалдағы қалай дұрыс болса, соған өте маңызды рөл ойнайды. Яғни сол баспалдақ дұрыс болу керек. Тағы да бір мысал келтіргім келеді. Ол мысалға кез келген бала, ол бір жас отырғызылған шыбық деп айтсақ болады. Өмір ағашы деп алайықшы. Өмір ағашы ретінде елестететін болсақ, яғни баланың тамыры нық отырғызылатын болса, ол кез келген желге де, кез келген жаңағы жаңбырға да дейікші, яғни кез келген табиғаттың құбылысына төтеп бере алады. Дәл сол сияқты бала да мысалға тәрбие кезінде өте жақсы тәрбиеленетін болса, қиындықты қалай жеңу керек, оған көп нәрсе әсер етеді. Мысалға баланың отбасындағы тәрбиесі, баланың жаңағы темпераменті, мысалы ата-анасының үйдегі жай ғана элементарно алатын болса, ата-ананың үйдегі рөлі үлкен маңызды рөл атқарады. Бала соны сіңіріп өседі, яғни не ексең, соны орасың дейді. Яғни ата-ананың жүрде тәрбиедегі үлкен маңызды рөлі бұл келешектегі баланың болашағы болып табылады. Сондықтан баланың тәрбиесінде ата-ананың рөлі
өте маңызды деп айтқым келеді. Сонымен қатар тағы да жаңа айтып отырдым факторлар. Тағы бір фактор бұл имани хабарсыздықтың жоқтығы, яғни балаларда көп жағдайда имандылық жағынан хабарсыз адамдар өз-өзіне қол жұмсайды дейді. Не себепті? Себебі адам өзіне аманат етіп берілген жанға қиянат жасауға болмайды, яғни Алла тағаланың алдында қиянат жасамау керек екен. Сонда сол жағынан да баланы хабардар етуіміз керек. Енді жалпы осы Дилдар қоғамдық қорының зерттеу бойынша осы суицид тақырыбына байланысты олар бірнеше сауалнама алған. Ол сауалнамаға 15-25 жас аралығындағы жас адамдар қамтиды. Ол жерде 67%-ін әйел адамдар құрайды. Осы сауалнамада бірінші сұрақ бос уақытыңда немен айналысасыз деген сұрақ қойылады. Ол сұрақта бірінші мысалға сұрақты процент бойынша мен сіздерге айтып беретін болсам, бос уақытында немен айналысасың деген сұраққа 65% әлеуметтік желіде өткіземін деп жауап берген екен. 65%. Ал 15% теледидар көрумен өткіземін дейді. 13% кітап оқимын дейді. 7% спортпен айналысам дейді. Енді осы жерге қарап отырсақ, 65% әлеуметтік желіде. Мен не үшін әлеуметтік желі деген тақырыпты қозғап отырмын? Себебі әлеуметтік желі арқылы көп нәрсе шешіледі. Яғни балалардың кез келген баланы қойып, қазіргі кезде ата-ананың өзі әлеуметтік желіге тәуелді. Өздерінің қаншалықты тәуелді екендігін білмейді. Осы тәуелділіктің артында мысалға баланың тәрбиесі де тағы да қалып қалды. Баламен қарым-қатынас, сырласу, шынайы қарым-қатынас сыртта қалып қалды. Ал шынайы қарым-қатынас болмаған кезде барлығы мысалға кері кетеді. Адам өзінің шынайы сезімін білдіре алмайды әлеуметтік желі арқылы. Сол себепті әлеуметтік желі арқылы ол мысалға жағымсыз көп энергия алынады. Сонда әлеуметтік желіні пайдасынан гөрі көбінесе зияны көп дегім келеді. Көп жағдайда осы бала тәрбиесін жіберіп алған ата-аналар айтып жатады, неге бала мені түсінбейді дейді. Осындай сұрақ қояды, неге бала мені түсінбейді. Бала себебі ол кісі керек кезінде баланың тәрбиесіне, баланы сезінетін кезде, керек кезінде қолдау күткен кезде ол ата-анасы қасында табылмады. Сол себепті бала оны түсінбейді. Ата-ана мен бала арасында міне уже конфликт басталады. Бала өз-өзіне сенімсіз болады. Не себепті? Керек кезінде баланы қолдау керек, баланы шынайы сезіммен қолдау. Қазіргі кезде бәрі SMS арқылы болып кетті. Сондықтан да баланы қолмен сипап, басынан қолмен сипап, тым болмаса күніне бір 10-15 минут уақытыңызды бөлсеңіз, осының өзі жеткілікті. Қазіргі кезде, қазіргі жағдайға байланысты. Соның өзі үлкен баланың өмірінде рөл атқарады. Ол дегеніміз баланың өзіне деген сенімділігі, ол өзінің қорғанысы бар екенін сезінеді. Менің қорғаным бар деген сезім пайда болады. Келесі сауалнаманың келесі сұрағында қиын жағдайда тап болған кезде кіммен ақыл кеңес сұрайсыз деген сұрақ қойылған. Екінші сұрағында. Бұл жерде осы сұрақтың жауабының нәтижесінде жалпы өмірге деген көзқарастың қаншалықты қалыптасқанын көруге болады екен. Бірінші ата-анамен ақылдасамын деп 49% жауап берген екен осы сұрақ бойынша. Ал 24% достарыммен ақылдасамын деп. Ал қалған 26% өз проблемамды өзім шешемін деп. Бұны неге айтып отырмын? Себебі жоғарғы 49% мен сіздерге жаңа жасында айтқан болатын 15 пен 25 аралығындағы жастардың өзінің 49% ата-анама тәуелдімін, әлі де өз проблемасын шеше алмайды, ол ата-анасына тәуелді. Осыны көрсеткім келеді. Сондықтан да тағы да қайталап айта беретін нәрсе бұл бала тәрбиесі. Кішкентай кезінде мысалға
баланы тәрбиелеген кезде біз көбінесе біз үшін проблема емес, енді ата-ана үшін проблема болып көрмейді, балаға үлкен проблема, қиындық болып көрінеді. Сол кезде біз баланың рөліне түсіп, баланың орнына, өзімізді баланың орнына қойып, сол проблемадан бала үшін проблема болып тұрған нәрсені шешуге көмектессек, сондай жоғары көтеріле береді. Ол кейін өз проблемасын өзі шешетін болады. Яғни проблема, қиындықты өзі шеше алатын бала тәрбиелеуіміз керек. Суицидтің алдын алу үшін ең бірінші өз қиындығын шеше алатын бала тәрбиелей алуымыз керек. Ең бірінші ата-ананың міндеті сол. Келесі, жаңа мен сіздерге айтып кеттім жоғарыда да, жалпы суицидтік әрекеттің негізгі екі түрі болады: демонстративті және шынайы. Демонстративті дегеніміз, яғни бұл адам өзінің қадірін арттырғысы келеді екен. Демонстративті әрекет кезінде бұл көбінесе подростктар, яғни жас жеткіншектер кезеңінде болатын әрекет. Бұл жерде 90% осындай демонстративті болса, қалған 10% шынайы болады екен жас жеткіншектер кезеңінде. Ал ересектер кезеңінде ол процент өзгереді. Сонымен демонстративті әрекет кезінде, мысалға, адам не істейді? Ол кезде адам өзіне ондай қатты қиянат жасамайды екен. Мысалға, тамырын кесетін болса, ол біледі. Ол өзінің, мысалға, үлкен венасын кеспейді. Ол, мысалға, дәрі ішкен кезде қатты әсер алатындай дәрі ішпейді екен. Сонда адам тек қана ол өзінің орнын көрсету үшін, мысалға, қиындық кезінде ол көбінесе демонстративті жағдай. Бұл біреуді ренжіткен кезде көрсетілетін нәрсе әрекет екен. Көп жағдайда бұлар енді қайғылы оқиғамен аяқталады деп айта алмаймын. Екінші тағы бір әрекеттің түрі бұл шантажды әрекет. Шантажды іс-әрекет болады екен. Шантажды іс-әрекет дегеніміз бұл, мысалға, сіздерге шағын мысал келтіріп кететін болса, кішкентай қыз, Лилия деген қыз, кішкентай 4 жасынан бастап сондай шантажды әрекетке барады. Яғни ол истерика создавать етеді. Сөйтіп, өзінің қалаған нәрсесіне қол жеткізеді. Мысалға, ол 4 жасында өзі қалаған ойыншықты алғысы келеді. Содан ол жаңағы истерика создавать етіп, сол ойыншықты алады. Сөйтіп, есейе келе 14 жастан аса ол қыз жаңағы туған күнге барғысы келеді досының. Сөйтіп, туған күнге баратын кезде әке-шешесі жібермегеннен кейін ол терезеден секіремін деп, тағы да сондай әрекетке барады, шантажды әрекетке барады. Сол кезде ата-анасы ол сондай іс-әрекетке бармас үшін оны туған күнге жібереді және қосымша қолына ақша береді. Сөйтіп, баланы жібереді туған күнге. Ал бірақ оның соңында аффект жағдайында адам кез келген уақытта жаңағы аффект состояниясында дейді ғой, аффект жағдайында бұл болып қою мүмкін. Ол 1 рет, 2 рет, 3 рет қайталануы мүмкін, бірақ бұның алдын алмаса, ол да суицидке апарып соқтырады екен. Енді шынайы суицидтік әрекет бұл көп жағдайда өз-өзіне қол жұмсауға апарып соқтырады. Сонымен қатар, тағы да сіздерге қосымша айтатын ақпаратым бұл жалпы суицидтік әрекетке тағы да қандай адамдар барады. Бұл интроверт адамдар, яғни көп жағдайда тұйық адамдар. Мінез акцентуациясына келетін болсақ, шизоидті адамдар бейім болады екен суицидтік әрекетке. Сонымен қатар темперамент типіне келетін болсақ, меланхолик адамдарда суицидтік әрекетке барады екен. Яғни көп жағдайда өзі тұйықталып қалған, сырт адамдармен қарым-қатынасқа түсе бермейтін тұйық адамдар көп жағдайда сондай суицидтік әрекетке бейім болады екен. Енді қазіргі кездегі жастарды қарайтын болсақ,
көп жағдайда суицидке бейім адамдар бұл өмірлік тәжірибесінің жоқ адамдары суицидке жақын болады екен. Яғни Павловтың айтуы бойынша жалпы мақсат рефлексі болады адамда дейді. Павловтың айтуы бойынша мақсат рефлексі болады екен адамда. Осы мақсат рефлексі ол адамға энергия беріп тұрады. Осы мақсат рефлексі біткен кезде оның энергия көзі таусылады дейді. Сол кезде адам жаңағы өз-өзіне қол жұмсауға барады дейді. Жалпы тек осы Павлов қана айтқан жалпы ешқандай адамдардың ішінде осы психикалық ауытқуы жоқ адам ғана жаңағы суицидтік әрекетке барады деп айтып кеткен екен. Жалпы енді сіздерге тағы да қосымша кеңес беретін болсам, негізінен жалпы осы суицидтік әрекетке байланысты оның проблемаларын шешуді түсіндіру керек екен. Суицидтік әрекет кезінде кез келген жас маман проблеманы шешуді түсіндіру керек екен. Одан кейін ол сол проблеманы шешкеннен кейін өзінің артында қорғаныс бар екенін сезінуі керек екен. Сонымен қатар ата-ана тарапынан үлкен қолдау қажет. Оған назар аудару керек, сырласу керек. Сонымен қатар әлеуметтік желіні қадағалау. Жастарда мысалға көбінесе қадағаланбай жатады, қазіргі кезде жасөспірімдерде көбінесе қадағаланбай жатады. Соны қадағалауымыз қажет. Сондай-ақ баламен сырласып бос уақытын қадағалауымыз керек. Балада бос уақыт азырақ болу керек. Баланың бос уақытын көбінесе қызықты өткізуге, ата-анасымен өткізуге тырысуымыз керек. Сондай-ақ баланы өмірге құштар етіп тәрбиелеуге тырысуымыз керек. Баланың өзіне деген сенімділігін арттыруымыз қажет. Өзіне сенімді бала ешқашанда ондай әрекетке, жаман әрекетке, яғни суицидтік әрекетке бармайды екен. Осы суицидке байланысты негізінде көп жағдайда суицидке барған адамдарда мысалға алдын алу, яғни дер кезінде көмек көрсетілетін кездер болады, алдын алып қалған кездер. Сол кезде жалпы суицид жасаған адам, бір рет жасаған адам саналы түрде соны түсінуі керек екен, өзінің іштей саналы түрде не үшін ол әрекетке барғанын түсінуі керек екен. Ал егер ол саналы түрде сезінбесе, ол бірнеше рет қайталануы мүмкін екен. Жалпы осы суицидке байланысты өте көп нәрселер айтуға болады. Соның ішінде бұл тағы бір жетіспейтін нәрсе, бұл махаббаттың жеткіліксіздігіне барады көп жағдайда адамдар. Махаббаттың жеткіліксіздігі бұл баланы неге итермелейді? Тағы да өзіне деген сенімсіздіктің төмендігіне итермелейді екен. Жалпы суицидке байланысты біраз ақпараттар бердім деп ойлаймын. Енді суицид жалпы осы сөз соңында менің сіздерге айтарым, жалпы осы қамшыдай қысқа өмірде тұтам тіршіліктен кетуге тырыспауымыз керек екен. Тек алдыға ұмтылып, кез келген қиындықты жеңу ол адамның өз қолында. Сондықтан барлығын өз қолымызға ала отырып, тек қуанышта өмір сүруіміз керек дегім келеді. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет.